Баршаңызға қайырлы күн. Егер де сіздерге оқушылардың есімдерін рандомды түрде таңдау қажет болса, сіздерге осы бағдарламаны ұсынамын. Бұл бағдарламаны біздер Play Market'тен телефонымызға жүктеп алуымызға болады. Алдымен Play Market'тегі іздеу жолақшасына генератор случайных имен деген мәтінді енгізгеннен кейін сіздерге бірнеше нұсқасын ұсынады. Оның ішінде ең бірінші нұсқасы рулетка имен деген бағдарламаны телефоныңызға жүктеп аласыз. Кейін бағдарламаны ашып, астындағы плюс батырмасын басу арқылы өзіңізге қажетті оқушы санын енгізіп, оқушылардың есімін енгізесіз. Оқушы санын енгізгеннен кейін солға қарай жылжытсаңыз, біздің оқушыларымыздың атаулары барабанда шығады. Бұл бағдарламаны сіздер телефонға жүктеу арқылы оқушыларды топқа да бөле аласыз, немесе осы арқылы өзіңіз сынып оқушыларынан үй тапсырмасын сұрауыңызға болады. Үй тапсырмасын сұрау үшін біздер есім жазылатын, яғни оқушылардың есімін жазатын жерге өзіміздің тақырыптық сұрағымызды енгізсек болады. Бірақ сіздердің енгізетін сұрақтарыңыз тым ұзақ болмағаны абзал. Одан кейін сұрағымызды енгізіп болғаннан кейін әдеттегідей бағдарламаны оңға қарай жылжытсақ, біздің сұрағымыз енгізілген барабан ашылады. Сіздің енгізген сұрағыңыз барабанда толық көрінбегенімен, соңғы жағында таңдау жасалғаннан кейін жоғарғы жағында енгізген сұрағыңыз толық көрінетін болады. Сонымен қатар барабанға сұрақтар емес, формулалар, әртүрлі адасқан әріптер, қысқаша термин сөздерді де жазып пайдалануыңызға болады.